Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің барлық енді барлық емес, енді жаздық киімдерімді көрсететін боламын. Мына полкада тұрған. Мен сіздерге өткенгі видеода, менің бөлмем деген видеода өз полкамды көрсеткен, және ода мен қандай келесі видеода мен өзімнің киімдерімді көрсетемін деген деп айтқан едім. Ал енді мен уәдемде тұрдым. Енді киімдерімді сіздерге көрсетемін. Ең бірінші, ол ең алдында тұрған, ол мынау панда деген кофта. Бұл енді модный емес. Бұл модный емес, маған бұл ұнамайды. Даже мына кофта да модный емес. Көк әшейін, көк. Жай әшейін көк. Келесі ол мынандай белдік. Маған қатты ұнайды бұл белдік. Әдемі, бірақ бұны тағу өте қиын. Кәдімгі ұлдардың тағатын белдіктер емес. Бұл мына пакетте менің үш киімдерім бар, оны көрсетіп қояйын енді. Мынау коробкада менің носкилерім бар. Ал енді мына жақта творит чудеса ғой. Бұл жерде мынандай менің ұзын туникам бар. Бұл да модный емес, вообще маған ұнамайды бұл. Бұны кимеймін да ғой жазда, бірақ анда-санда ғана киемін үйде. Мынау майка. Бұл тоже вообще модный емес. Бұл маған вообще ұнамайды, бірақ мен анда-санда киемін, қатты ыстықтап кеткен кезде. Мынау мини шорты, қатты мини емес, енді бұл маған қатты ұнайды өзімен, бірақ мен бұны далаға кимеймін, далаға киіп та көрмеген. Мына жерде менің купальникім, мына юбкасы, мына үсті. Жақында біз бассейнге барамыз. Мынау менің мынандай ластина. Міне ластина менің осындай. Ал мынау менің осындай жеңіл ұзын кофта. Маған бұл қатты ұнайды. Розовый түсті. Ал мынау менің осындай көйлегім. Корабльдің түсінде, міне корабль. Бұны не только бүйтіп қана, бүйтіп та қоюға болады бұны қолға. Енді киген кезде да. Мынау маған вообще ұнамайтын, жеп көреді менің кофтам. Міне. Бірақ мама маған ки деп береді. Мен кимеймін бұны бәрібір деп. Неге екенін білмеймін. То есть, неге екенін білемін, неге ки дейтін. Өйткені бұны мен қыста всегда киетін. Бұл жылытады ғой. Ана менің Nike деген шалбарым. Қалтасы бар бұны. Мынау менің кофтам. Осындай. Мынау осындай шорты. Маған қатты ұнайды бұл. Мен мұны бір мектепке киіп келген едім. Ал мынау маған вообще ұнамайтын лосина. Бұны ыстықтап кеткен кезде киемін жазда. Ал мынау менің любимый көйлегім, ұзын көйлегім. Тізеге шейін жетеді енді. Қатты ұзын емес. Тізеге шейін ғана жетеді. Ұзын көйлектер сондай болады жаздық. Мынау менің жақында ғана Катоннан алған киінім осындай. Юбка.
Достар, бұл видеоның екінші бөлімі болады, өйткені менің киімдерім өте көп. Әлі мынанша киім бар. Бұның барлығын мен сіздерге көрсетіп үлгере алмаймын. Сондықтан бірінші бөлімі әлі бітпеді. Бірінші бөлімі, ал екінші бөлімі келесінде болады. Менің қатты ұнайтын маған юбка. Бұл қыдырғанда кием мен бұл юбканы. Ыстықтатып жібереді, бірақ әдем болғанда. Аным ой келе беретін. Мен мини көйлегім. Маған қатты ұнайды. Түнде киіп жатамын мен. Осы түрлі жануарлар ойдан шығарылған, маған қатты ұнайды. Мен қыдырғанда кеттім кофта. Мен қыдырғанда кеттім сары кофтам. Енді бұлармен қыдырғанда ғана кимеймін, үйде кие беремін. Бұл менің солдатский шалбарым. Қыздарскийда енді міне розовый түстер бар. Мынау менің самый любимый толстовка. Қатты ұнайды бұл маған. Қатты ұнайды бұл маған. Слишком қатты. Шынымен шапка сияқты. Мына жерді ұстай беремін мен. Массаж ғой, артында түймесі бар. Ал ішін андай мягкий ғой. Бұл ыстықтатпайды да, жауратпайды да. Күшті. Маған қатты ұнайды. Осымен қыста всегда киіп жүретін едім. Кір болғанда не киерімді білмей жүретін үстім. Менің шортым. Бұл маған қатты ұнайды, қатты жарасады. Қалтасы бар бұны. Қалтасы бар. Менің Демикстағы розовый футболкам қазір көрсетем. Аудару керекпін. Мына жерде Демикс деп жазылып тұр. Маған көбінесе Nike ұнайды, чем Демикс. Демикс деген ғой. Менің любимый футболкам. Қатты любимый емес. Любимая футболка. Мен сіздерге кейін көрсетем. Ол футболка емес, вообще рубашка. Менің Египеттен әкелінген. Біз бір баяғыда менің әпшем Египетке барған еді. Және содан осы кофтаны әкелді. Менде кофталы көп қойшем шалбар. Менің шалбарым осындай. Көбелек, любимый. Мынау менің кексигім. Менің ұзын көйлегім горошка. Мынандай. Бұл маған қатты ұнайды. Қатты ұнайды. Бұны маған көрінде маған әпшем сыйлаған, туысқан Тоғжан деген әпшем сыйлаған. Достар, енді бұл бірінші бөлім болды, ал екінші бөлім келесі видеода күтесіздер. Сау болыңыздар, келесі видеода көріскенше пока.